Тұрақ дегеніміз не? Тұрақтарды кімдер зерттейді? Біздің елімізде тас дәуірін зерттеген археологтар бар ма? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Тұрақ дегеніміз не? Тұрақ дегеніміз алғашқы адамдардың тіршілік еткен ежелгі орны. Қазақстан жерінде ежелгі адамдардың қаңқа сүйектері табылмаған, тек еңбек құралдары мен тұрақтары табылды. Тұрақтарды тарихшы археолог мамандар зерттейді. Археология заттай деректердің негізінде адамзат баласының өткенін зерттейтін тарих ғылымының негізгі саласы. Біздің елімізде тас дәуірін зерттеген археологтар бар ма? Тас дәуірін қазақстандық археолог ғалымдар Хасан Алпысбаев, Алан Медоев, Виктор Зайберт және тағы басқалар зерттеген. Елімізде тас дәуіріне жататын ескерткіштердің арнайы зерттелуіне 1946 жылы құрылған Қазақ КСР ғылым академиясы үлкен үлесін қосты. Алғашқы палеолиттік ескерткішті Хасан Алпысбаев 1950-1960 жылдарда жүргізген зерттеулері барысында ашқан. Қаратаудың Бөрі қазған, Тәңір қазған деген жерлерінен ежелгі заманға тиесілі ондаған қонысты анықтап, мыңдаған тас қаруларын жинады. Хасан Алпысбаев бастаған бір топ археолог 1958 жылы қазіргі Жамбыл облысының Қаратау маңынан тас ғасырында өмір сүрген ежелгі адамдардың тұрағын тапқан. Археологтар Қаратау жотасынан табылған тас құралдардың шамамен 1 миллион жыл бұрын ерте палеолит дәуірінде жасалғанын анықтады. Жамбыл облысынан табылған палеолит дәуірінің 5000-нан астам еңбек құралының бәрі қашау мен үшкір заттар. Тұрақтардан табылған еңбек құралдары соққылау техникасы арқылы жасалған. Бұл техниканың көмегімен бір тасты екінші тасқа соғып, өткір қайралған имек жүзі бар тас құрал жасаған. Бұл құралды шабатын не кесетін құрал ретінде қолданған. 60 жылдардың ортасында орталық Қазақстандағы палеолит кезеңін зерттеуге жас ғалымдар кірісті. Солардың бірі Алан Георгиевич Медоев еді. Хасан Алпысбаевпен бірге Арыстанды қонысынан табылған тарихи артефактілерді зерттеу барысында Алан Медоев палеолит адамының Қазақстан жерінде қоныстануы соңғы миллион жыл бойы жүрді деген батыл болжам жасады. Алан Медоев қазақ тарихшыларының ішінен алғашқы болып, Құдайкөл қонысынан миллион жылдан асатын тарихы бар 10-нан астам тас шапқы, бірнеше қырғыш пен нуклеустер тапты. Ол батыс, шығыс және орталық Қазақстандағы ерте палеолиттік ескерткіштерді ашты. Сондай-ақ Алан Медоев Қазақстанды мекендеген кейінгі палеолит тайпаларының тау шатқалдарындағы қашап салынған суреттерді, петроглифтерді зерттеген. Картада барлық белгілі тұрақтар Каспий теңізі мен өзен алқаптарында, тау бөктерінде орналасқан.